Қазақстандағы студенттердің құқықтары не білу керек? Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз университет қабырғасында жиі айтылмайтын, бірақ өте маңызды нәрсе туралы сөйлесеміз. Қазақстандағы студенттердің қандай құқықтары мен міндеттері бар? Өз құқығыңызды білсеңіз, сіз қорғансыз емессіз. Кеттік. Студент ретінде сіздің негізгі құқықтарыңыз. Білім туралы заңына сәйкес, әр студенттің құқығы бар. Сапалы білім алуға, университеттің кітапханасы, зертханасы, кампусы секілді ресурстарын пайдалануға, студенттік өзі басқаруға қатысуға, академиялық еркіндікке, өз пікіріңізді білдіруге, элективті пәндерді таңдауға. Университет пен ғалым және жоғары білім министрлігіне шағым немесе ұсыныс жасауға. Қысымға, жемқорлыққа, дискриминацияға қарсы қорғалу құқығы. Ең маңыздысы, сізге әділ баға қойылу тиіс және сіз апелляцияға беруге құқылысыз. Университет сізге не беруге міндетті? Жоғары оқу орны міндетті. Бағалау жүйесінің ашықтығын қамтамасыз етуге. Оқытушы, сабақ жоспары, бағалау критерий туралы ақпарат беруге. Қауіпсіз және құрметке толы орта қалыптастыруға. Студент шағымдарына уақытылы жауап беруге. Жыныстық бопсалауға, жемқорлыққа және қоқан-лоққыға қарсы әрекет етуге. Кеңес. Электронды хаттар, скриншоттар мен күнтізбелерді сақтап жүріңіз. Қажет болса, дәлел бола алады. Студенттің міндеттері қандай? Құқықтар мен қатар міндеттер де бар. Академиялық адалдықты сақтау, көшірме жалған анықтама болмайды. Сабаққа қатысу, тапсырмаларды уақытында өткізу. Мұғалімдерге, қызметкерлерге және басқа студенттерге құрметпен қарау. Университеттің ішкі ережелерін сақтау. Кампус пен жатақханада тәртіп бұзбау. Ал егер құқығыңыз бұзылса, не істеу керек? Егер оқытушы пара сұраса, қорқытса, немесе әділетсіз баға қойса, деканатқа жазыңыз. Ректоратқа ресми шағым беріңіз. Жауап болмаса, ғылым және жоғары білім министрлігіне шағым жазыңыз. Қажет болса, егов.kz арқылы прокуратураға немесе сотқа арыз беруге болады. Есте сақтаңыз, студент әлсіз емес, заңмен қорғалған тұлға. Университет бұл жай ғана емтихан мен дәріс емес. Бұл сіздің білім алуға арналған заңды ортаңыз, және сіз құрметке, әділеттілікке толықтай лайықсыз. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Төменге пікір қалдырыңыз. Сіз қандай құқық бұзушылықпен бетпе-бет келдіңіз? Келесі шығарылымда студент өзін қысым мен жемқорлықтан қалай қорғай алады? Кездескенше, сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.